Бүгін өңірімізде Қазақстан Халқы Ассамблеясының 24-ші аймақтық сессиясы өтті. Ол ел бірлігі жаңарған Қазақстанның негізі тақырыбымен ұйымдастырылды. Жалпыұлттық бірлікті құруда Қазақстан Халқы Ассамблеясының орны ерекше. Қазіргі таңда ассамблея еліміздің саяси өміріне әртүрлі қоғамдық әлеуметтік саладағы қазақстандықтарды тарту мақсатында жаңа тәсілдерді енгізуді жетілдіруде. Бүгінде өңірімізде 35 түрлі этнос өкілдері татуда өмір сүруде. Олар мемлекетіміздің өсіп өркендеуімен жаңа Қазақстанды бірге құруға өз үлестерін қосуда. Халқымыздың тірлік басқа болса да, тілек бір, бармақ болса да, білек бір деген дана сөзінің мақсаты да осы. Осы тұста аймақ басшысы Нұрбек Нәлібаев та тәуелсіздікті, елдегі татулық пен келісімді күшейтуде Қазақстан Халқы Ассамблеясының қызметі айрықша екенін атап өтті. Мемлекет басшысы ассамблеяның 31-ші сессиясында жаңа мемлекеттік модельге, мемлекет пен қоғамның өзара іс-қимылының жаңа форматына көшу қажеттілігін атап өтті. Нәтижесінде ата заңымызға түзетулер енгізуге байланысты жалпы халықтық референдум өз дәрежесінде ұйымдастырушылықпен өткізілді. Референдумның өтуіне бірлік пен бірегейлікті көрсеткен сыр халқы да, оның ішінде этнос өкілдері мен этномәдени бірлестіктер де жоғары деңгейде атсалысты. Бұл халқымыздың ауызбіршілігінің айқын көрінісі. Осылайша біз дамудың жаңа кезеңіне қадам бастық. Сессия барысында аймақ басшысы облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясының қоғамдық негізіндегі орынбасары өзбек этномәдени бірлестігінің жетекшісі етіп Қахар Дадашевты тағайындады. Сондай-ақ жиында бірқатар ассамблея мүшелері сөз алып, өзекті мәселелерді қозғады. Солардың қатарында Атамекен балалар ауылының директоры Лиза Сқақова бар. Ол ұлт болып ұйысып, ел болып еңсемізді көтерген кезеңде қолға алар ісіміздің маңыздысы ұрпақ тәрбиесі және мәдениетті ана, мәдениетті ұлт жобасы туралы айтты. Балалар ауылында түрлі ұлттың өкілдері бақытты ғұмыр кешіп жатыр. Олар орыс және қазақ тілдерін жетік меңгерген. Бақыт деген сенің бала күндерің деп Мұқағали Мақатаев айтқандай, балалық шақ қамсыз, мұңсыз, қызықпен өтетін бақытты балалық болуға тиіс. Біздер осы балалық шағында ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға сол бақытты сезіндіру үшін жұмыс жасаудамыз. Ұлттық және отбасы құндылықтарын бойларына сіңіріп, тәрбие бергеніміздің бір дәлелі, қазіргі таңда өмірден өз жолдарын тапқан түлектеріміздің көпшілігі ата-аналарын қолдарына алып, бір дастархан басында жиналған ұйымшыл отбасы болып отыр. Облыс әкімі сессияны түйіндей келе Қызылорда облысы Қазақстан Халқы Ассамблеясы мен осы салаға жауапты тұлғаларға тапсырмалар беріп, 6 тармақтан тұратын міндетті орындауды жүктеді. Атап айтар болсақ, елдегі бірлікті сақтауда ассамблеяның саяси маңыздылығын арттыру, өңіріміздегі аналардың барлық түйткілді мәселелерін шешу мақсатында аналар үйін ашу және де халық достық аллеясын ашу, сол жағалауда орналасқан рухани жаңғыру орталығын үкіметтік емес ұйымдар ретінде ашуды тапсырды. Ал сессия соңында жалпы халықтық референдумға белсенді қатысып, атсалысқан бірқатар жерлестерімізге мемлекет басшысының алғыс хаты табысталды. Адина Сұлтанқызы, Ерлан Жұматаев, Сәуле Нұрпейісова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.